Қадірменді тыңдарман, бүгінгі әңгімеміз ерекше болмақ. Иса пайғамбар шөл далада келе жатып, бір адамның бас сүйегіне тап болады. Сөйтіп онымен тілдеседі. Шөлде кездескен бас ерекше бас екен. Кезінде әлемді өзіне қаратқан патшаның бас екенін біледі. Әңгіме пайғамбар мен бас сүйек арасында өрбиді. Бұл ғибратты әңгімеміз сіздерге пайдалы болады деп сенеміз. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Олай болса, әңгімемізді бастайық. Бір күні Алла тағала Иса пайғамбарға бір патшаны хақ дінге, мұсылмандыққа, жалғыз Аллаға ғана ғибадат етуге шақыр деп бұйырады. Иса пайғамбар әлгі патшаға бару үшін шөл даланы басып өтуі керек еді. Пайғамбар шөл далада кетіп бара жатып, бір нәрсеге сүрінеді де, оны қолына алып зер салып қараса, жартылай шіріп мүжілген адамның бас сүйегі екенін көреді. Исаның жүрегі езіліп, «Ей Раббым, бұл қандай адамның басы? Мені осыған жолықтырған өзіңсің. Мұнда қандай сыр бар? Кім бұл? Бұл шөл далада аяқ астында бір тас ғұрлыда қадірі жоқ кімнің басы? Кедейдікі ме, байдікі ме, патшаныкі ме, әлде құлдікі ме, ғалымдікі ме, кімдікі?» деп сұрайды. Сонда Алла тағала: «Мен басқа тіл бітіремін, бастың өзінен сұра» деді. Иса пайғамбар бастан: «Ей бас, сен кімсің?» деп сұрады. Сонда бас: «Мен патшалардың патшасымын. Неше жүз жылдар ілгері бұл шөл далада үлкен бір мемлекеттің астанасы, үлкен бір қала болған. Мен сол елдің патшасы едім. Жер жүзіндегі қанша елді, қалаларды өз қол астыма алған едім. Міне, сол қолыңызда тұрған менің басымда әрбірі бір мемлекеттің байлығына тең келетін 7 жауһарлы алтыннан тәж киіліп тұратын. Күн түспесін деп қызметшілерім қолшатыр көтеріп жүретін. Барлық патшалар маған құлдық ұратын. 100 000 әскерім бар еді. Барлығының да белдігі алтыннан болатын. Әскерлерім қай мемлекетті де оп-оңай алатын, жеңілуді білмейтін едім. Дұшпандарым қорқатын. Сарайымда күнде салтанатты той-думан болатын. Ешбір патшаның бұлай жасауға шамасы келмейтін. Мен сол салтанатты той-думанда сый-сияпат, мансаптарды біреулерге беретінмін, біреулерден алатынмын. Бір ишараммен біреудің басы кететін, бір ишараммен өлімнен қалатын. Барлығы мені мақтайтын, әрі қаһарымнан зәре-құты қалмай қорқатын. Зәулім сарайларым және қазынамда алтын, күміс, інжу, маржан, жауһар тастардың барлық түрі мол еді. Ауырмадым. Аурудың не екенін де білмедім. Ең болмаса тісімде ауырмады. Өзімше мен құдай шығармын дедім. Сөйтіп бір күні мен сендердің құдайларыңмын, маған сыйыныңдар дедім. Мен өзімді құдаймын дедім. Сөйтіп бір күні түнде денем қатты қақсап ауырып ояндым. Көзімді ашсам өте қорқынышты бір мақұлық басымда тұр еді, дейді бас. Сен кімсің? Дедім. Мен сенің жаныңды алуға келдім, деді ол. Сақшыларым анадай жерде тұр, шақырайын десем шақыра алмаймын. Тілім байланып, даусым шықпайды. Сосын мен оған: қазынамдағы бүкіл байлығымды берейін, жанымды алмашы, деп жалындым. Сонда ол: ей надан адам, бұл темір тастарға сендер алданасыңдар. Біз періштелерге бұлар керек емес. Мен жан алушымын, деді. Ондай болса 1-2 күнге, ең болмаса ертеңге дейін уақыт берші. Әйел бала шағаммен, достарыммен қоштасып қалайын, деп жалбарындым. Уақыт дейсің бе? Енді сен таңның атуында көрмейсің. Міне осы түнде кетесің. Ризығың таусылған. Тек аз ғана дем алуың қалды, деді ол. Бір күрзі ұрылғандай болды. 360 тамырым үзілгендей болып, жан берудің өзіне. Дүниеге келмегенімде ғой, мұндай жан тапсырудай ауыр азапты тартпас едім, деп дүниеге келіп 50 жыл патшалық еткеніме өкіндім.
Жан берерде бүкіл ойнап күлгендерім, ішіп жегендерім мұрнымнан бұлақ болып ақты. Әскерлерім 3-4 күн мәйітімді сақтап, содан кейін қараңғы қабірге көмді. Қабірде рухым денеме қайтып, қараңғылықта тұрғанымда ғайыптан бір дыбыс келді. Ей пенде, шырағың кәне, досың кәне, мал дүниең кәне, 70 жыл өмір бердім, 50 жыл патша болдың, мен разы болатын қандай амал істедің, сен мені таныдың ба? Мен сенің деніңді сау етіп, есепсіз мал дүние, күш-қуат беріп, мықты әскерлерді саған бой сұндырып, елдерді жаулауда саған жеңіс беріп сынадым. Сен болсаң бұларға шүкір етудің орнына өзіңді құдаймын дедің. 50 жыл патшалық етіп, басың сәждеге бір тимеді. Егер маған ғибадат етіп, мешіт пен медресе салғаныңда, халқыңның қамын ойлап, жоқ-жітік, жетім-жесір бейшараларға жәрдем бергеніңде, солар саған шырақ болар еді. Сен болсаң бұларды істемедің. Ел-жұртты ойран еттің, қираттың, бұздың, жетім-жесірлер мен ғарып бейшаралардың санын көбейттің, мал дүние жинаумен өміріңді бос өткіздің. Намаз оқығаныңда саған олар дос болар еді, сен намаз оқымадың. Намаз оқудың орнына өзіңді құдаймын деп, басқалардың саған ғибадат етуін талап еттің. Егер құлшылық етіп, ізгі амалдар, қайырымды істер істегеніңде, бұлар саған дос болар еді. Енді саған беретін азабым тозақ, деді Алла. 1400 жылдан бері ауыр азаптамын. Маған дұға етіңіз, ей Алланың пайғамбары, мен мұсылман болайын, деді бас. Иса пайғамбар ол үшін дұға етпекші болғанда, Алла тағала оған: Ей Иса, әуре болма. Әркім істесе тірі кезінде істесін. Тірі кезінде имандылық жолына түсіп, мұсылман болсын. Тірі кезінде сауапты амалдар істесін. Мен оған бұл үшін жеткілікті уақыт бергенмін. Иманға келмеді, игі ізгі амалдар істемеді, енді азабын тартады. Сен қазіргі елді басқарып отырған патшаға барып, бұл ғибратты оқиғаны айтып жеткіз. Ол да соны білсін, деді.